Қазақтың оқушылары әлемде қай орында тұр? Халықаралық PISA оқушыларды бағалау бағдарламасы арнайы тест өткізеді. Осы тестке 15 жастағы оқушылар қатысады. PISA зерттеулері қазіргі уақытта әлемде мектептік білім берудің тиімділігін салыстырмалы бағалаудың әмбебап құралы ретінде қарастырылады. Тестке 690 оқушы 81 мемлекеттен қатысады. Тестті 3 жылда бір рет тапсырады. Ендеше 2022 жылдың халықаралық тестінің нәтижесін көрейік. Бірінші орында Сингапур, екінші орында Макао, үшінші орында Тайвань, төртінші орында Жапон. Ал қазақтың оқушылары тест нәтижесі бойынша 51-ші орында тұр. Абай айтқандай, неғылса неғыл өтірін неғыла берді. О, сұмдық айттың. Не деген сөздер айналайын ау.